Мен өкпемін. Мен арқылы тыныс алу барысындағы ағзаға қажетсіз көмірқышқыл газы сыртқа шығарылады. Мен бүйрекпін. Мен қанды сүзіп, ондағы улы өнімдер несепнар мен несеп қышқылын несеп жол арқылы сыртқа шығарамын. Яғни, мен бөлетін зәрдің құрамы. Несепнар, несеп қышқылы судан тұрады. Осылай ағзадағы су теңгерімін реттеймін. Мен терімін. Мен ағзаны қызып кетуден қорғау үшін ыстық күндері және дене жүктемесі кезіне тер бөлемін. Мен бөлетін тердің құрамы су мен тұздан тұрады. Мен көп терлеген кезде бүйректің зәр түзуі азаяды. Себебі, судың көп бөлігі маған кетіп қалады. Мен ішекпін. Мен қорытылмаған асты сыртқа шығарамын. Мен ағаш жапырағымын. Мен күзде жерге үзіліп түсу арқылы ағаштың бойындағы шірнелік тәрізді улы заттарды өзіммен бірге ала кетемін. Осылайша ағаштың өмірін сақтап қаламын. Мен эвкалиптпін. Мен эфир майын бөліп шығарамын. Ол дәрілік зат ретінде және парфюмерияда хош иістендіргіш ретінде қолданылады. Мен сияқты эфир майын бөліп шығаратын пеларгония, жаужапырақ, жалбыз деген өсімдіктер бар. Мен бақбақ гүлімін. Менің сабағымнан сүт тәрізді зат бөлінеді. Сүт тәрізді затты бөлу арқылы мен өзімді жануарлардың жеп қоюынан қорғаймын. Мен қарағаймын. Менің діңімнен шайыр бөлінеді. Ол менің діңіме паразит және ауру тудыратын саңырау құлақтардың кіріп кетуінен қорғайды. Қорытындылай келе, жануарлар мен өсімдіктердің бөліп шығаратын өнімдерінің маңызы зат алмасу барысында түзілген улы заттардан ағзасын тазартып, тіршілігін сақтап қалу болып табылады.